Қайырлы күн достар, сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен өте дәмді ерекше болып шығатын жаңға қосылған пирогтың рецептімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлық керекті заттардың көлемін төменде описаниеда қалдыратын боламын. Ең алдымен песочный қамыр дайындайтын боламыз. Ол үшін қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Кейін үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Қамырымыз жұмсақ болу үшін қаймақ қосамыз және оны да тағы да араластырамыз. Кейін ұнымызға қопсытқышымызды қосып, електен өткізіп, бөліктерге бөліп қосатын боламыз. Ұнымызды електен өткізіп алғаннан кейін осындай қамыр илейтін боламыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермеңіз. Себебі әркімде әртүрлі көлемде ұн кетуі мүмкін. Сол себептен де бөліктерге бөле отырып қосамыз және сол кезде қамырымызды жұмсақтау болып шығады. Соңында осындай өте жұмсақ қамыр шығу керек. Қамырымызды салафанға салып, міндетті түрде салқын жерге қоямыз. Мен холодильникке 1 сағаттай ұстадым. Кейін қамырымызды формаға келтіреміз. Қамырымыз көтеріліп кетпеу үшін осылай шанышқының көмегімен тесіктер жасап шығамыз. Енді салмасын әзірлейміз. Менде грек жаңғағы блендерден үгіп алдым. Өте қатты үгудің қажеті жоқ. Осындай көлемде үксеңіз болады. Жаңғақты қамырдың үстіне жайып шыққаннан кейін үстіне сгущенкамызды құйып шығамыз. Егер сгущенка аздық болып көрінсе, үстіне тағы да қосымша қосуыңызға болады. Міндетті түрде қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіреміз. Сізде басқа уақытта пісуі мүмкін. Міндетті түрде пирогты тексеріп тұрыңыздар. Піскеннен кейін пирогымыз міне осындай әп-әдемі болып шығады. Түрі қандай әдемі болса, дәмі соған сәйкесінше өте дәмді болып шықты. Қазір ортасын кесіп көрсетемін. Міндетті түрде бұл пирогты пісіріп көруге кеңес беремін. Өте дәмді және шаймен өте күшті жүреді. Міне ортасы осындай болады. Сіздермен бірге болған слушаш ас болсын.